5 маусым күні өздеріңіз білетіндеріңіздей Конституцияға енгізілетін өзгерістерге байланысты референдум өтеді. Бұл референдумға барлығымыз қатысуға тиіспіз. Себебі осыдан 27 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстанның Конституциясы қабылданды. Одан бері қаншама өмір өзгерді, әлем өзгеріп жатыр. Енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз, бізге мүмкіндік беріп жатыр. Яғни халық Конституцияны өзгерту керек па, керек емес па, енді біз өзіміз шешеміз. Бұған дейін бізде шу болды, жер әртүрлі жеке меншікке өтіліп кетіп жатыр, шетелдіктерге сатылып жатыр деп. Жер енді Конституцияда халықтікі деп жазылады. Яғни бұл Конституция бойынша, ата заң бойынша мәртебесі халықтікі деп беріледі. Яғни енді жер сатыла ма, ол жалға беріле ма, ол тек біздің мемлекеттіктің және халықтың шешімімен ғана жүзеге асады. Одан бөлек бізде осы Конституция арқылы өлім жазасын беру алып тасталады. Яғни адамдардың өмір сүруі, сүрмеуін белгілі бір соттар, құқық қорғау органдар шешпейді, бұны ата заңмен бекітіледі. Яғни өмір сүруіне шектеуге қоюға құқымыз жоқ. Сол себепті бұл Конституциямен бекітіледі. Одан бөлек, осы жаңадан егер өзгерістер енгізілетін болса, біз супер президенттік жүйеден президенттік жүйеге ауысамыз. Бұрын барлық қала, аудан, облыс әкімдерін президент сайлайтын. Енді бұдан былай мәслихаттарға 2 үміткерді ұсынады президент, сосын мәслихат депутаттары өздері дауыс береді. Яғни мәслихат депутаттары қанша дауыс берді, сол адам әкім болып сайланады. Яғни тек қана президенттің ұсынған адам әкім болады деген болмайды. Сондай-ақ енді президенттің оның балалары, жақын туыстары саяси және үлкен лауазымды квазисекторларда жұмыс істемейтін болады. Бүкіл мемлекетте, жерде, тәуелсіздікте тек халықтың және мемлекеттің меншігі деп есептеледі. Бұрынғыдай елбасының мәртебесі бұл заңнан алынып тасталады. Құрметті қарағандылықтар, құрметті аналар, мен сіздердің барлығыңызды 5 маусым күні референдумға қатысуға шақырамын. Референдумға қатысатын кезде өзіңіз қай сайлау учаскесінен дауыс беретінін білгіңіз келсе, сайлау 09 KZ деген сайт бар. Сол сайт арқылы тексере аласыз. Егер сайтқа кіруге мүмкіндігіңіз болмаса, 109 деген сенім телефоны бар. Тегін сол 109 телефонына хабарласып, өзіңіздің жеке кодыңызды, жеке идентификациялық нөміріңізді айтып, қай сайлау учаскесінен дауыс бере алатыныңызды сұрап біле аласыз. Енді жаңа Қазақстанда кездескенше 5 маусымда бірге болайық.